Сәлем достар, бүгін сіздерге Pinduoduo қалай жауып тастауға болатынын көрсетемін. Ол үшін жеке кабинетке кіреміз. Осы жерде мына тұрған наушник тұрған белгіні суретті таңдаймыз. Келесі бет шығады. Содан кейін мына тұрған батырманы басамыз. Сол кезде бізде осындай бет шығады. Енді қараңыздар. Бұл жерде әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсек, бірінші тұрған, яғни сіз сатушымен сөйлескенде, сатушы сізбен дөрекі сөйлесе, сіздің ар намысыңызға тиетін сөздер айтса, онда осы бірінші тұрғанды тастап, басып, шағымыңызды айтасыз. Одан кейін екінші тұрған бізде, егерде сіз екі тауар заказ беріп, соның біреуін ғана салып жіберетін болса, сондай сияқты жағдай кездессе, онда осы екінші тұрған батырманы таңдайсыздар. Одан кейін Қытай ішіндегі жеткізу туралы сұрақтарыңыздың барлығын қою үшін үшінші тұрған грузовикті таңдайсыздар. Төртінші ол возврат жөнінде. Егер де сіз возврат жасағанда сізге жасалынбаса, немесе возвратты толық жасамаған жағдайда осы төртінші тұрған батырманы басасыздар. Ал бесінші батырма, яғни сізге мысалы бір товар заказ бердіңіз, соның орнына пустой коробка, пустой пакет, немесе бракованный сондай тауар жіберсе, онда сол бесінші тұрған мына тұрған батырманы таңдап басасыздар. Мен сіздерге енді біреуін мысал қылып көрсетейін. Сатушы менімен мысалы дөрекі сөйлессе, мысалы біріншісінде мына көк тұрғанды басамыз. Мына жерде осындай жазулар шықты. Болды әрқайсында жеке-жеке мәселе бойынша, мысалы скринда алайық. Переводчикке салып, сіздерге көрсетейін, мен түсінікті болу үшін. Мінекей. Не үшін, қандай жағдай, яғни сізді сатушы қорқытып жатса, ар намысыңызға тиетін сөздер айтса, біріншісін таңдайсыздар. Екіншісі, мысалы, мына сіздің жалпы былай қалай айтсам екен, экран арқылы, телефон звонок, сообщение арқылы сізді аңдайтын болса, екіншісін басасыздар. Үшіншісі, мына плохое отношение дейді. Төртіншісі, долгое время не отвечаете. Міне осындай мәселелер болған кезде, соны біреуін таңдап, ары қарай шағымыңызды айта бересіз. Сізде жалпы осындай жағдай болды ма? Бір тауардың орнына басқа салып жіберген, немесе пустой пакет салып жіберген жағдай болды ма? Пікірге жазып өтіңіз, және міндетті түрде осы служба поддержкаға жазып, шағымыңызды тастап өтсеңіз болады.